Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Факультетіміздің ақсақалы, аяулы жар, ардақты әке, белгілі ғалым археолог Жауынбаев Сағындық Обайұлының мерейтойына қош келдіңіздер. Сағындық Обайұлы 1947 жылы 23 қазанда Ақтөбе облысында дүниеге келген. Отан алдындағы әскери борышын өтеп келгеннен кейін 1969 жылы Киров атындағы Қазмудың, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің студенті атанып, университет қабырғасында атақты ғалымдардың алдынан өтіп білім алады. Осы кезеңнен бастап ақ атақты академик Әлки Хақанұлы Марғұланның шәкірті атанды. Сағындық ағай осы кезеңдерін ұстазы туралы естеліктермен үнемі бізбен бөлісіп отырады. Шәкірт пен ұстаз арасындағы ыстық ықыластың куәсі ретінде Әлки Хақанұлы шәкіртіне құндыз құлақшын сыйға тартуын айтуға болады. Қазіргі таңда бұл құлақшын Қарағанды облысының тарихи өлкетану музейінің жәдігеріне айналған. Университет қабырғасына қабылданып, академик Игней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультетін табалдырығын аттаған кезде алдымыздан «О, батырлар!» деп қарсы алып, археология, Қазақстанның ежелгі тарихы сияқты курстардан дәріс оқып, білім нәрімен сусындатқан, жұмбақ пен қиындыққа толы ғылым, археология ғылымнан сыр шерткен ұстазымыз Жауынбаев Сағындық Обайұлы бүгінгі күні 75 жасқа толып отыр. Құрметті студенттер, кезінде біз осы Қарағанды университетінің тарих факультетін табалдырығын аттаған кезде біздің алдымыздан «О, батырлар!» археология деген ғылыммен таныстырып, ежелгі Қазақстан тарихы деген курсты оқытқан, бүгінгі таңда 75 жыл мерейтойын атап өтіп жатқан атақты ғалым ағамыз, оқытушымыз Сағындық Обайұлының бүгінгі таңда мерейтойын атап өтіп жатырмыз. Сағындық Обайұлы,
бәріміздің де ұстазымыз. Сағындубаевич ол кісі ең бірінші менің ұстазым. Меніңше сіз мықты археологсыз. Сағындық Убайұлы ұлағат ұстаз, білікті тәлімгер, жанашыр аға, үлкенге ізеттілікпен, кішіге құрметтілікпен қараған біздің ұстазымыз. Сағындық Убаевич мен үшін дана ақсақал. Сағындық Убаевич ағамыз ол батыстан келген батыр. Сағындық Убаевич мен үшін ол өте сондай ерекше, өте сондай керемет адам, жақсы адам. Сағындық Убайұлы мейірімді адам. Сағындық Убаевич ең бірінші білікті маман. Ол бүгінгі күндегі біздің кафедрамыздағы, біздің осы облыс көлеміндегі ең мықты археологтарымыздың бірі. Сағындық Убаевич өмірі ғибратқа толы ұстазымыз. Сағындық Убаевич ол кісі қазіргі таңда шәкірттер тәрбиелеп отырған ұлы ұстаздарымыздың бірі. Сағындық Убаевич ол археолог, біздің ұстазымыз. Сағындық Убаевич мен үшін өмірлік ғылыми жетекші. Сағындық Убаевич является моим учителем в археологии. Именно он научил меня правильно организовывать экспедиции и думать о людях, которые едут вместе с тобой. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, құрметті студенттер, құрметті магистранттар. Бүгін Сағындық Убаевичтің 75 жасқа толған күніне құттықтау телеграммаларыңызға, құттықтау сөздеріңізге, құрметтеріңізге өте ризамын. Көп сіздерге рахмет. Сағындық Убаевичтің енді 50 жыл осы университетте істеген еңбегінің барлығын айтып жатырсыздар, көрсетіп жатырсыздар. Ол біз үшін үлкен қуаныш, біз үшін үлкен мақтаныш. Өйткені ол 27-де, мен 23 жаста осы университетке келгенбіз. Міне содан бері 48 жыл, енді 49 жылда десек болады ғой. Өміріміз бірге университетте өтіп жатыр. Университетімізге 50 жыл, ал бізге 48 жыл. Сондықтан бүгінгі құттықтауларыңызға, изгі тілектеріңізге көп рахмет. Туған факультетке рахмет. Университеттің басшысы Нұрлан Орынбасаровқа көп рахмет. Алыстағы хабар жіберген бауырларға, шәкірттерге рахмет. Осының бәрін ұйымдастырып жүрген тарих факультетіне рахмет. Біз сіздерге ризамыз.